Амансыздар ма? Ардақты әлеумет түнгі түсірілім бір қатар бұлықтардың бетін ашпақша. Жалпы заң қате ме, әлде судья дұрыс оқымады ма? Болмаса, Сардар, сіз эфирдесіз. Ойында бөліп жіберді бұл жігіт. Заң қате ме, әлде судья сыбайлас па? Түнгі эксперимент бармақ басты көз қыста әрекетке толы ма, жоқ әлде басқалай себебі бар ма? Егер дәл солай болған болса, судья жауапқа тартыла ма? Жалпы Сардар, өзіңіз білесіз, түнгі экспериментке қатыстық. Түнгі экспериментте судья өзінің жүргізушісін қатыстырды. Еш қалыс тарап емес, судьяның жүргізушісі қатысты ол жерде. Бұл бармақ басты көз қыста әрекет деп баға беруге бола ма бұған, әлде басқалай бір? Құрметті қазақ елі, құрметті Алия Абдықадырқызы, бұл жерде мен айтқым келген мәселе, бұны басынан бастайық. Баршаңызға ассаламағалейкум. Түнгі түсіріліміміз жаңағы қайырлы түн деп айтайық. Баршаңызға осындай көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Бірақ біз сіздерге мынау үкімет басшыларына, мынау құрметті қазақ еліне, халқымызға барлық болып жатқан жайттарды сіздерге айтпасақ, мынау қынжылатын жайттар өте көбейіп кетті. Бұл жерде қазір біздің көтеріп отырған мәселе судья мен заң мәселесі бойынша екі тақырыпта қазір мәселе қозғайтын боламыз. Бұны барлықтарыңызға, өздеріңізге мынау халыққа айтпайтын болсақ, мынау сорақы тұстары бізді жүрегімізді қынжылтып жатыр. Құрметті қазақ елі, Алия әпке бұл жерде бір нәрсені айта кетейік. Қазір судьяның қалыс тарапқа өзінің жеке жүргізуші отырған мәселе сұрақ қойдыңыз. Бұл сұрақты кейінге қалдырсақ эфирдің орталарына, себебі мынау үкімет басшылары да біз обращение жасап жатқан халық та оны түсіну керек. Мысалға біз қазір бір қаншама халық көріп отыр, оларға түсінікті болу үшін мәселені басынан бастайық. Бірақ сізде, менде бұл сотқа қатыстық, сот экспериментіне қатыстық. Осы мәселені қазір екеуміз бір-бірімізге толықтырып, осыны біз халыққа жеткізіп берейік. Бұл жерде құрметті қазақ елі мынандай мәселе болады. Абайсызда адам өлімі туралы біздің қазақ бауырымыз қазір 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылып үкім оқылды. Бірақ әлі үкім өзінің заңды күшіне енген жоқ. Дегенмен де біздің қазіргі таңда алдын ала айтып өту керек. Біз судьяларға баға беріп жатқан жоқпыз. Ертең үстімізде мынандай арыз келіп тұрмасын. Біз судьяларға баға беруге құқымыз жоқ, беріп те жатқан жоқпыз. Енді бір нәрсені айтайық. Бұл жерде өзіміздің қазақ бауырымыз, үйленбеген жас жігіт 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылып, сот залынан күзетпен алып кетті. Дегенмен де құрметті қазақ елі бір нәрсені түсінейікші. Сотты да аса бір кінәлауға болмайды. Судья, например, қазір мен судья болсам, мына таразыға бізге тергеу амалдарын жүргізіп, оған санкция бекітіп, растап, санкцировать етеді прокуратура. Прокуратура алып келеді, содан кейін мұны екі тарапты судья тек қана не істейді? Таразылайды. Кейбір адамдарға түсінікті болу үшін жалпақ тілмен айтып жатқан жайым ғой. Енді қараңыз, бүйтіп таразылап жатқан кезде кейбір жағдайларды біз көреміз. Судьяның алдына келген материал, пісіп дайын материал келу керек. Судья себебі оны тергеп іздеп жүрмейді. Тек таразылайды судья келген арызға ғана. Енді қараңыздар, құрметті қазақ елі, бізде қандай сорақылықтар болып жатыр. Біріншіден, бұны біз адвокаттан алдық, сол кісінің адвокатынан мынандай хаттамалар жасалынады. Бұл хаттамада өзіңіз көріп тұрғандай, бұл тергеушінің тергеу амалдарын жүргізген кездегі хаттамасы. Бұл кезінде де бір эфирлерді көрсеттік. Осындай мәселелерді өткенде экспериментте прокуратурада оны эфирге көрсетті. Сондықтан мен бұл құжаттарын, көшірмелерін көрсетуге бел буып отырмын. Өйткені источник мен емеспін, бұл шығып қойған материалдар. Хаттамада бланка деген нәрсе бар. Бланкада
куәгерлер эксперимент жүргізеді ғой, адамды өлген кезде, басып кеткен кездегі сол көрсетілген нәрсені куәгерлер растап қол қойып береді да, тергеушілер оның аты жөнін, мекен жайын жазып алу керек екен. Алайда біріншіден бұл жерде, құрметті қазақ елі, ешқандай бұл жерде мекен жай жазылмаған. Енді мекен жайын жазбай отырып, себебі бұны айтып жатқаным, кейін анықтасақ, естуімізге қарағанда, өткен ол құжаттары жоқ, тергеуші, мына куәгерлер, екі куәгер жігіт, тергеушін танитын бір ауылдың жігіттері болып шығып отыр. Алайда оны біз ойлаймыз, судья назарға алған жоқ, ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, сол оқыс оқиға болған кезде, адам өлген кезде, ауа райы дейді, тергеу экспериментін өткізіп жатқан кезде дейді, ауа райы ашық болған. Алайда ол кісілер ручкамен бұлтты болған деп жазған екен. Себебі бұл Қазгидрометтен адвокаттың сұранысы жасалған кезде ешқандай ол кезде бұлтты болмаған, ауа райы ашық болған екенін дәлелдейтін құжаттар бар. Бұл екінші мәселе, құрметті қазақ елі. Үшінші мәселе. Одан кейін міне Қазгидрометтің күн ауа райы ашық болған құжаты. Ешқандай бұлтты болған емес. Число бәрі бар. Егер тарапта не дейді, білгісі келгендер маған запрос жасасын, ресми түрде беруге мен қарсылығым жоқ. Екінші мәселе, мынау көлік айдайтын барлық азаматшалардың барлығы білет, машиналардың өзінің маркалары бар. Мерседес, Мазда, Жигули деген сияқты. Тергеу экспериментіне қатысқан фура, яғни Мерседес автокөлігі, фурасы, да, вот бұл менде, конечно, несі бар, судьяның өзінде, материалдарда бұл анық түскен сүйрет. Мен көшірмесін ғана алып отырмын. Мерседес автокөлігі, алайда бұл құжатта не деп жазылады? Құжатта жазылады DAF автокөлігі деп. DAF деп көрсетіледі. Міне. DAF автокөлігі. Бұл ешқандай Мерседес емес. Міне, көрініп жатыр ма? DAF автокөлігі деп жазылады. Осындай бұл кезектегі біздің көңілімізге кірбің, күдік келтіретін мәселелердің бір. Одан кейін тағы да бір мәселені айта кетейік. Әрине бұл құжаттар менде көшірмелері, құрметті қазақ елі. Енді бұл жерде мынандай эксперимент жүргізіледі ғой. Адам өлген кезде, машина адамды басып кеткен кезде, қараңғыда қағып кеткен кезде, жаңағы көлікті қанша метрден көрді, адамды қанша метрден көрді деген сұрақтарға жүргізген эксперимент барысында, бұл менің түсінігім бойынша біріншіден материалдар ручкамен боялады. Сотқа өткізілген кезде 30 деген сөз деп түсіндім, кейін бұл 100-ге өзгертілген. Бұл жерде халық көру керек, халық білу керек. Бұл мәселені құрметті орган қызметкерлері, жоғары лауазымдағы тұлғалар назарға алуларыңызды сұранамыз. Бұл жерде біріншіден мен ойлаймын, соттың алдына барған құжат боялмай, адамның көңіліне кірбің келтірмейтін, күдік туғызбайтын деңгейде жету керек деп өзім айтар едім. Әрине. Енді бұл жерде сол тұрған фура автокөлігін, жүк көлігін 100 метрден көргені рас. Алайда ол 30 метрден көрдік адамды деген жерін 100-ге бояғандары бұл әрине заңсыздық, өзіне тергеушілер бір тарапқама бұрмалады деген күдікпен осы мәселені айтып отырмын. Мұны халық білу керек. Бізге әділдік керек. Адамның тағдыры бірінші конституция тұру керек деп есептеймін. Енді құрметті қазақ елі, сондықтан біз бақ өкілдерімен біргелесіп, мен тағы да ресми фактор республикалық газеттерінің басшысы Алия Отаева біразымыз сол сот процестеріне қатыстық. Содан кейін ол жерде сот, көшпелі сот эксперименті жүргізіледі. Көшпелі сот экспериментінде біріншісі күн жарып кеткеніне байланысты, себебі түнгі 4-те адам қақып кеткен, эксперимент сол қараңғы сол уақытта болу керек. Енді сол 4-те болған жағдайды былай жасайды ғой. Екіншісінде біз бәріміз бардық, көрсеттік, судьяның өзі көз жеткізу мақсатында барды деп есептеймін. Судья, криминалдар,
прокуратура жолды қамтамасыз еткен, енді ол жолға бізді қауіпсіздік қамтамасыз еткен ДПС, то есть жол патрульдік полицейлері сол жерде болды. Бірақ бірінші эксперимент, бұл жерде 100 деді ғой құжатта. 100 метрден адамды көрді, оны тормоз басу мүмкіндігі болды деп тұр ғой. Жоқ, алайда бұл жерде біз 30 дедік, куәгерлер бар, екі түрлі жауап бергендері бар. Екі түрлі жауап бергендерді Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 419, 420, 421 баптарымен ешкім жауапқа тартылған жоқ, тағы да күдікті болсады. Себебі әртүрлі жауап беріледі. Құрметті судья да, Тоғызбаев қарады. Ол Қазығұрт ауданының соттарының төрағасы, аудандық сотының. Ильяс Тоғызбаев осы мәселелерді негізге алдым деп отыр. Мен Ильяс Тоғызбаев Қазығұрт ауданының сотының судьясы және төрағасына баға беруден аулақпын, тағы да айтам. Дегенмен де Верховный соттан айтты ғой кеше ашық алаңда. Қазақ халқы, тұрғындар, азаматшаларымыз не істеу керек? Біз оларды белсенділікке шақырамыз. Егер судьяларға көңіл толмайтын немесе кейбір заңсыз әрекеттері болса, Айдос Сәдуақасов айтты ашық алаңда шығып, біздің қазір мобильный приложение жасап жатырмыз, бірақ IT правосудие деген бар бізде. Бізге шағым өтініштерін айтуға болады және оларды белсенділікке шақырамыз. Айттыңыздар деп тұр. Неге айтпасқа? Не айтсақ енді судьяға баға берді деп кете бермейміз ғой. Біз айтып жатырмыз. Өткені көргенімізді көрсетіп жатырмыз. Сондықтан бұны ел білу керек, бұның үкімет басшылары білу керек, құрметті қазақ елі. Өйткені адам енді қараңыздар. Бұл жерде тағы бір мәселені айтып кететін жағдай. Мейлі, осыншама заттар болды ғой. Бір қызық жерін айтып кетейін. Арадан 3-4 ай өткеннен кейін адамды қағып кеткен газель автокөлігінде адамның мүрденің шашы табылады. 3 тал шашы табылады. 3 тал шашы конвертке, олардың айтуы бойынша конвертке салынып, мөрленіп, сот экспертизаға жіберіледі. Хотя бұл жерде адам қағып кеткен адам өзі мойындап тұрса, осындай жағдай болды деп тұрса, мен ойлаймын біріншіден оны қаншалықты қажеттілігін, бірақ білмеймін, енді мемлекеттік органдар жасау керек шығар ол нәрсесін, процедурасын. Но мен қазір қаншама адвокаттармен, әріптестермен ақылдасып, бұның қаншалықты қажеттілігі бар деген сұрақты түсінбей отырмыз. Мейлі. Айта кетейік, экспертизада бір кісі қабылдап алып, қазір фамилиясымен блокнотына қойып кетті. Қабылдап алады, ішінде 3 тал шаш бар, өліктің да, мүрденің. 3 тал шаш, конвертті біріншіден олар айтады, біреуінде қабылдап алған, айғақ затты қабылдап алған экспертизадағы адам полиэтиленовый пакетте алдық дейді. Конвертті, шашты ашқан адам ақ конверттен алдық дейді. Бұның өзі күдік туғызбай ма, құрметті қазақ елі? Бұл не деген масқара? Неге бұндайларға ешқандай біздің мемлекет шара қолданбайды? Тек қана сол адам басып кетті деп қамай береміз бе қазақтың бәрі? Мені осы мәселені ескеру керек, үкімет басшылары, құрметті қазақ елі, біліп жүріңіздер, біздің мына Түркістан облысында Қазығұрт ауданында болып жатқан жағдайлар. Енді келесі сол мәселеде енді мақұл, мына конверт болатын болса, ішінде мәйіттің 3 тал шашы бар. Бұл мөрленген. Бұны ашқан кезде ішінде біреу жоғалады. 2 тал шаш. 2 тал шаш қалады. 2 тал шаштың ішінде экспертиза хаттамада жазылған, жүргізіліп кеткен уже. Они уже расследуют, что проверяют. Оның қалай эксперимент, то есть сараптама жүріп басталып кеткен, сараптама жүріп жатыр. Сөйтіп, оказывается, олар университеттің басшысы Рабиловқа хат жазады. Мына дәлел айғақтың ішінде біреуі жоқ. Біз бұны тексере беруімізге, сараптама жүргізе беруімізге болады ма деген хатқа эксперимент басталып қойғаннан кейін, рұқсат деп жауап келеді екен. Ол кезде эксперимент басталып кеткен. Сараптама жүргізілді. Сараптама басталып кеткен уже. Уже айғақ зат ашылды, басталып кеткен. Сөйтіп, олар эксперимент жүріп атқанның ортасында Рабиловтан, университеттің бастығынан, директорынан жауап келеді. Егер ол айғақтар 50%-дан көп болатын болса, оны жүргізе беруге мүмкіндігі сондай бір сында рұқсатын береді. Сосын 2-3 күннен кейін жағы эксперимент бітеді. Енді қараңыз, шаш газелдің айнасында 3-4 ай күннің ыстығында жатса, біріншіден оны қандай экспертиза не анықтайтын білмеймін.
Одан кейін оған жоғалды, бір талшаш жоғалды. Ол айғақсат, адам тағдырын шешіп жатқан мәселелер, айғақтар, дәлел, дәйектер. Соны бұлар өз алдынша тексеріп, біреуі конвертте алдым десе, біреуі полиэтиленовый пакетте алдым деген нәрсенің өз күдік туғызбай ма, құрметті қазақ ел? Айтыңыздаршы. Бұл не масқара? Енді бірақ бұны судья істен алып тастады. Ильяс Тоғызбаев оны алып тастады. Дұрыс. Бірақ осы мәселенің бәрі болған жайттер ғой. Осы болған жайттерден кейін адамның көңіліне кірбің келмей, енді біз не істеуіміз керек? Сенімсіздік туғызды ғой, дұрыс па? Иә. Туғызды. Біз енді Сардар жаңа ойыңыз екіге бөлініп кетті, көшпелі сот эксперименті туралы ары қарап келе жатырмыз. Иә, мен әдемінен айтып кетейін, енді өткені жалғастырып, жаңа сіздің сұрағыңызға өтеміз деп отырмыз қой. Енді бұны ел білсін, басшылық білсін, естісін. Сол көшпелі сот экспериментінде екінші күнде мынау хаттамада көрсетілген адамды 100 метрден көрді деген нәрсе жалған болып шықты. Біздің көруімізше, біздің көз жеткізуіміз бойынша. Қалай? 100 метрден адамды көру мүмкіндігі жоқ түнде. Оны біз де көрдік. Куәсі болдық экспериментте. Ол экспериментте бірінші эксперимент жүріп келеді. Адамды қараңғыда көру арақашықтығы 59 метр болып анықталады. 50 метр болады. 59. Екіншісі 59. Жоқ, 59 біріншісі болады. 59-да анықталады. Сосын біреуі 50 болады. Не помню қазір, 50, біреуі 59. Кейінгісі үшіншісі күн жарық болып кетеді да, қандай да бір ошибка жіберіліп, оны судья алып тастайды. Жарамсыз деп табады. Осы екінші эксперименттегі бұл есіңізге. Қазір мен айтам, оған асықпайық. Бұл жерде міне ел естісін, осындай сұмдықтарды халық білсін. 100 метр емес екені анықталды ғой. Анықталды. Судья көрді ғой. Көрді. Прокурор көрді ғой. Көрді. Дознаватель, криминальный полиция тергеушілері сол жерде өздері болды. Журналистер болды. Оның бәрін көрді. Енді бір таңғажайып жерлері сол эксперименттің екіншісінде ме, үшіншісінде судьяның рұқсатынсыз прокурор екіншісінде прокурор анау қара киімде тұрған, жаңа енді эксперимент жүріп жатыр ғой, мына жерде жаңағыдай болса, мынау қара киімде адамдар болған, енді қайтыс болған, қақып кеткен. Көлік келе жатыр мына жақтан, сол келе жатқан адамды, мынау экспериментте жүріп жатқан қара киімдегі адамды ақ киімге прокурор судьяның рұқсатынсыз ауыстырады. Артына қойып қойып, қара киім. Артына уже, ақ киім қойып қояды. Уже бұл жерде эксперимент заңсыз жүрді деп мен өзім солай тұжырымдаймын, өз басым. Одан кейін судьяның рұқсатынсыз. Тіпті ол енді сот процесі ғой, тек қана көшеде жүріп жатқан сот процесі ғой. Сол көшпелі сот экспериментінде судьяның рұқсатынсыз прокурор адамдарды ауыстыруға ешқандай құқы жоқ. Атсатып кетсін, сойса сойып кетсін. Алайда бұл кемшілік бола тұра. Тергеуде қазір біз эфирде айтып кеткен бір қаншама жағдайлар бола тұра, енді осындай жағдайлар келе жатыр, тағы да енді жаға ұстататын тұсын мен айтайын. Жаңа сіздің сұрағыңыз. Бірінші бір сұраққа анықтық енгізіп алайық. Қалыс деген сөз, қазақта қалыс, бейтарап деген сөздер бар. Қалыс деген сөз, бейтарап деген сөз, тәуелсіз, ешкімнің қатысы жоқ. Ештеңке білмейді. Аспаннан топ етіп түскен сияқты да, жалпақ тілмен айтқанда сондай болу керек. Алайда қалыс тараптардан криминалдық полицияның қасында шофері бар, жаңа газелді жүргізіп жатқан экспериментте судьяның жеке көлік жүргізушісі қалыс тарап болып отырады. Ал керек болса. Ал бұл мүлдем заңға қайшы нәрсе деп айтуға болады. Мен бұны өз басым сыбайластық, коррупция деп танимын. Өз басым. Мен тағы да айтпаймын, что бұл жерде судья коррупционер, судьяның бағасына не дейді, дұрыс жасамады дегеннен аулақпын. Мен бірақ осы болып жатқан жайтты мына халыққа жеткізуім керек, менің міндетім. Әділдік орнау керек, заң аясында жүру керек, сот өзінің жүйесінде, өзінің тәртібімен заңға сүйеніп әділ жүру керек. Менің мақсатым да сол. Ал енді қазір мына эфирге шығып отырғаным тек қана ана хатпен билікке айта беруге болады ғой. Бірақ бармақ басты көз қысты болып кетпеу үшін мұны халыққа айтуымыз керек. Халық білу керек, оны көру керек.
халық білмесе, онда ана жақта болып жатқан ба? Болып жатыр ғой. Болып жатыр ғой. Болғаннан кейін айтып отырмыз ғой. Міне осындай жалғаса береді. Бұны халық білу керек, ең бастысы. Халыққа бір көтеріліп, судьялардың бәрін тоғайтып қырып кетіңдер деп жатқан жоқпыз. Бірақ халық білуге міндетті. Себебі 94-ші қадамда ашық үкіметті енгізу, журналистерге ақпаратты беру, ашықтық енгізілу керек, барлығы айтылу керек, халықпен бірге жұмыс жүргізілу керек екенін 94-ші қадамда айтып қойған. Конституцияның 18-ші бабында айтып қойған. Сондықтан бұны халық білуге міндетті. Ақысы бар, құқы бар. Енді құрметті қазақ елі тағы да бір таңғалатын жері, ол кісілер өздері мойындайды. Судья Тоғызбаевтың шофері, жүргізушісі, адвокат барып, Мұрат Жолшиев деген адвокат қорғады. Барып, сіз судьяның шоферісіз ба деп мен парақшамда көрулеріңізге болады. Бір қаншама видеоларды салдық, жарияладық. Мен судьяның служебный машинасын, қызметтік көлігін айдайтын шоферімін деп мойындады. Содан кейін бұл нәрсені айтқаннан кейін судья Ильяс Тоғызбаевтың өзі де ол ештеңке білмейді, қалыс тарап болмағаннан кейін отыр деп сұранған едім деп тырнақшаның ішінде ақталғандай көрінді маған. Осы орайда Сардар, кішкене ғана үзіліс жасай тұрыңыз. Мәке Амангелді не болған Алия дейді, Разия Исқақова не оқиға болған дейді. Жалпы өткен жылы түнгі сағат 4:30 шамасын, кешкісін жаңа Сарыағаш ауданынан жүк артып шыққан Газель автокөлігі түнгі сағат 4:30 шамасында мынау Қазығұрт ауданының төңірегінде жол межеленбеген жерге тоқтап тұрған жаңа шаланда дейміз ғой. Фура автокөлігінің межеленбеген жерге тоқтап тұрған фура автокөлігінің маңында жолдың үстінде жүрген екі адамды тоқтау мүмкіндігі болмағандықтан қағып кеткен. Бұл жерде ол апақ-сапақ уақытта, қараңғы уақытта ол жүргізуші жігіт өзі көрмеген, себебі ол жерде адамдар қара киімде болады. Одан кейін көліктің ешқандай аварикасы жанып тұрмаған болады. Одан кейін артында ешқандай да мынандай көлік екенін айқындайтын жарық шамдары және де орысша айтқанда отражающийлар болмайды. Отражающийлер болмайды және аялдау белгілері болмайды. Осы оқиға бойынша сотқа қатыстық. Біз бұл оқиға бойынша көптеген жайттерге көз жеткіздік, себебі әлгі жігіттің әкесі келіп бізге адвокаты үшеуі арыз түсірген еді. Сот барысында бірнеше заңсыздықтарға, бұрмалаушылықтарды көзімізбен көрдік. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қайтадан бастапқы эфирде айтылған нәрсені қайталап айтуыма тура келіп отыр. Біріншіден 30 метрден көру қашықтығы деген 100 метрге ауысқан. Одан кейін куәгерлер ешқандай куәгерлердің мекен жайлары көрсетілмейді. Енді тергеу барысында кейбір сондай нелер болды. Енді кейін эфир қалады, біз жалғастырақ өтініш сіздерден. Егер ренжімесеңіздер, бұны қайтадан эфирді өшірмейміз, бұны қайтадан көру мүмкіндіктеріңіз бар. Өткені біздің айтатынымыз көп қой. Уақытты көп қылмасақ, қысқа түссе, ертең адамдар сол роликті қайта көру мүмкіндігі жеңілдей түседі. Сондықтан бұл жерде қазір халыққа айтып кететін әлі, в общем, жаға ұстататын жерлері бар. Біз уақытты азаттайық. Сонымен Тоғызбаев өзі мойындайды тұр жүргізушісін. Енді қараңыздар, құрметті қазақ елі, біріншіден мен ойлаймын, судьяның жеке көлік жүргізушісі ешқандай қалыс болып табылмайды. Үстімнен іс қозғатып, атсаң атып, я на все готов. Мен бәріне дайынмын да. Өткені мен келіспеймін. Әділ болу керек па? Сотты гуманный дейміз ғой, судья гуманный, ешкімге бағынбайды, ешкімден ақылдаспайды, өзі шешеді, заңдарға сүйене отырып. Судьяға біз халық ешкім баға беріп жұмысына араласуға ешқандай ақысы жоқ. Дегенмен де неге заңды жүрмеу керек деген біздің көңіліміздегі жаңағы кірбің бар да, күдік бар.
Енді бұл жерде мен бір суретті көрсетіп кетейін. Біріншіден, кеше сол үкімнен кейін судья журналистерге сыртқа шығып, жаңа залда баспасөз конференциясын өткізді, құрметті қазақ елі. Енді менде ана бір 2 сағаттық түсірілім, еще качествосы нашар, сапасы видеоның, сондықтан көп адам түсіне қойған жоқ көріп. 2 сағат кім қарап отырады ғой. Бірақ сол жерде айттық, мақұл, сіздің шофердің өзін көлік жүргізушісін қалыс тарап деп экспериментке қойып, одан кейін оның сызбасы жасалады. Бірақ мен өте үлкен кісілермен, лауазымды тұлғалармен ақылдасып, мен өзімді ойымды айтайын. Мынау бірінші 100 метрі 100 болмай шықты ғой келесі экспериментте. Демек, ол көрсету, хаттамадағы көрсетілген цифралар, сандар өзгерді. Бірақ судья ол сараптаманың маманы емес. Ол судья. Сондықтан бұл жерде не істеу керек еді? Менің ойымша, ол жерде егер мынау хаттамадағы сандар бір-біріне сәйкес келмей ерекшелік танытқан жағдайда сараптама тағайындау керек еді деген оймен қазір тағы да күдіктеліп отыр. Көрдіңіз бе, судьяға қанша күдік қаяқтан келіп жатыр? Бірақ ол сараптама тағайындаудың орнына үкім оқыды да жіберді. Жоқ, асықпаңыз. Үкім оқыды, хорошо да. Біріншіден, үкім оқығаннан кейін не себепті сотталушыға, оның қорғаушысына сол сызбаның хаттамасын бермеді? Қандай құқы бар еді? Бермеуге. Алмады ғой. Үкім оқыды. Құрметті қазақ елі, болып жатқан жағдай бізде, біздің Қазақстанда, мына Түркістан облысында болып жатқан нәрсе бұл. Адвокат алған жоқ, біз куәміз ғой. Кеше айтты, беріңдер. Үкім оқылды, сот залынан сотталушыны кісендеп конвоймен алып кеткеннен кейін сол көшпелі сот экспериментінің сызбасының хаттамасын неге бермейді сотқа дейін, үкімге дейін? Берген жоқ. Оны көбісі, мысалға, қарапайым халықтың ішінде біле бермейді, мысалға да. Не айтып отыр мыналар деу мүмкін. Дегенмен де бәрі заңды болу керек қой. Беруге міндетті емес па судьялар? Міндетті. Берген жоқ. Үкімге дейін беру керек еді. Конечно, танысу керек, оқу керек еді. Бұл тарс етті да, үкімді берді. Где хаттама? Міне, құрметті қазақ елі, біздің Қазақстан болып отқан бір процестің өзінде осындай жағдайлар болып жатыр. Енді сосын жаңағы неге көшейік? Үкім оқылды, судья баспасөз конференциясын берді, журналистерге түсіндірді, неге ондай қабылдады деп. Сөйтіп біз сұрақтарды қойдық, Алия Абдықадырқызы қойды, мен қойдым. Біріншіден, ол жерде көлік мына бізге жіберіпті, қазір мен іздеп табуға оқуды, үкімді маған жазып жіберіпті ғой, қараймыз. Бүйтеді, жаңағы экстренный дейді ғой, экстренный қазақша қалай болады? Жедел. Жедел түрде, экстренный берек, жедел көп түсінбейді. Экстренный түрде жолдың бойына фура тоқтайды. Экстренный деген нәрсе, ол жүруге мүмкіндігі жоқ, немесе өртеніп жатыр, жарылып кетеміз ау, әлі құлап кетеміз деген нәрселер емес пе экстренный деген. Сөйтіп бұл жолдың шетіне тоқтаған кезде фураның соңғы балоны сплошной линия дейміз. Мына линияның үстінде тұр, мына өлік жатыр, труп, мәйт жатыр. Көрінді ме? Көрінді. Вот, бұның нақты суреттері материалдарында бар, мәйт жатыр. Мәйттің қасында фура тұр, бірақ фураның ең соңғы балоны, дөңгелегі сплошной линияның үстін басып тұр. Мен ойлаймын, бұл да бір осындай заңсыздықтың бір белшесі, себебі кеше соны судьяның өзіне қойдық. Ол сыртта тоқтады, тоқтауға құқы бар деді. Жолдың үстіне жүруге құқы бар деді. Жоқ, оған қазір келеміз. Бұл жерде фураның тоқтауын айтайық. Енді қараңыз, мына сплошной линияда хотя бір балоны тұр ғой. Тұр деді, судьяның өзі айтты. Я, тұр. Ол жерде тұрмау керек еді. Ол тұрғанын судьяның өзі растап отыр баспасөз конференциясында. Ол бірінші мәселе. Сол после үкімнен кейінгі баспасөз конференциясындағы мәселе. Екінші мәселе, бұны Алия Абдықадырқызы қойды. Өзіңіз айтыңыз, қандай сұрақ қойдыңыз? Экстренный тоқтауға оны не кедергі болды және қандай мақсаттарда оның экспертизалары? Қойыңызшы, қандай сұрақ қойдыңыз? Жалпы мен қойдым, шұғыл тоқтайтындай ол кісілердің көлігі
Көлігінің қай жері кетті дедім. Дұрыс. Ол мысалға үшін шұғыл тоқтауға арналған арнайы жерлер болады бізде. Ол автотұрақтар бар. Сол жердің өзінен бір 200-300 метр деді ау, 300-ге де жетпейді. Арнайы тоқтайтын жаңағы орын бар. Бірақ бұлар экстраны тоқтады деді ғой. Экстраны тоқтаса кішкене көтін арттап тұртпай, ой кешіріңіздер. Артын тартпай ма? Сплошной линияның үстінде тұр ғой. Одан кейін бұл жерде ешқандай отражающий ол КамАЗдың артында бір белгілері болмаса, арнайы тоқтататын, ескертетін белгілер қоймаса, қараңғы, тас қараңғыда ол парк емес, ол жер пешеход емес, адам өтетін өткелдер емес, бұл жерде адамдар жүре берсе, қараңғыда келіп тарс етіп басып кетсе де қамалып кете берсе, онда бізде Қазақстанда ешкім қамайды ғой. Ол парк емес қой, ойнап жүретін жерде. Мен олар адам қайтыс болды. Мен екінші тарапты да ойлап жатырмын. Біреулер айтқан шығар, мынау не деген тас жүрек, біреу бір адамға жан ашып. Мен екі тарапты да ойлап жатырмын. Бұл адам тірі ғой, анау өлді. Мен оны жоққа шығармаймын. Дегенмен де егер, вдруг екінші адамы қасақан итеріп жіберген шығар. Бір адамды екінші адам жолдың үстінде жүрген. Бәлкім төбелесіп атқан шығар екеуі. Біз қаяқтан білеміз? Аяқ астынан тормоз басу мүмкіндігі болмай, басып кетсе, сонда сол алдынан шыққан, қағып кетсе, сонда қаққан адам кінәлі болып кете береді ма? Оның өзінің қанша метрде көру-көрмеу деген өзінің километрлары бар. Менің білуімше, қазір фамилиясын анау бір кітапта бар еді ғой, 62-де 3-ке дейін егер оны көретін болса адамды, оның тормоз басу мүмкіндігі бар деп көрсетіледі. Тоқтау мүмкін, немесе көлікті басқа жаққа алып кету мүмкіндігі бар. Енді қараңыз, бұл 62-де 3-ке жетпеді ғой. Оны судьяның өзі көрді ғой сол жерде. Көрді. Өзінің адамын тағы экспериментке өзінің жеке шоферін отырғызып қойып жүргізеді. Оны көз жетіп тұрды ғой. Бұл жерде мен ойлаймын, бұл нағыз сыбайластық деген ол менің жеке пікірім, ойым. Енді қараңыздар. Осы орайда жаңа шұғыл тоқтауға мәжбүр болды деді судья. Вот соны айтыңыз. Мен сол кезде сұрадым, көлікті шұғыл тоқтауға көлікті жүргізбеуге не кедергі болды дегенде, холодильнигі бұзылды деді. Сіздер кешіріп қойыңыздар. Көліктің холодильнигі бұзылса, тап жанындағы автотұраққа жетуге дейін не кедергі болды оған? Көлік жүріп тұр ғой, оның бұзылған холодильнигі. Бұған судья жауап бере алмады. Тұшымды жауап бере алмады. Енді қараңыздар. Сосын тағы да біз сол сұрақтарды біз жалғастырдық. Құрметті судья, егер фураның холодильнигі жұмыстан шықса, істемей қалса, көлік жүрмей қалады деген қандай да бір сараптама бар ма, экспертиза бір жауап бар ма, ресми қағаз түрінде дедік. Жоқ деді. Мен біріншіден экспертиза өткізуге мүмкіндігім болмады, көлікті сол күні айдап кетіп қалған деді. Ол көлік бұзылып жүруге жарамай тұрса, оны қалай айдап кетіп қалды? Вот. Притом Россияға кетіп қалған. Судья осы нәрселерге жауап бере алмады. Сосын кейде ресми фактор газетінің басшысы Али Абдықадырқызы осы сұрақты қойды. Сіз бір тараптама жүргіздіңіз ба, сонда істі бір тараптама қарадыңыз ба дегенде судья кішкене ренішін білдіріп, неге сіз олай айтасыз? Біз бәрін қарадық қой деді. Одан кейін ал сондай болатын болса, бұл ойлап жатырмыз, сізге сұрақ қойып жатырмыз. Ал біз айтайық дедік та, кейін не дедік? Енді хорошо, экстренный түрде фура жолдың бойында тоқтапты. Келісейік. Енді білмейміз ғой, өлді ғой біреу тірі. Сонымен бопты тоқтаған екен, холодильнигі бұзылып қалғаны туралы сараптама бар ма? Подтверждать ететін құжат бар ма? Міне біз тергедік, тексердік, шын мәнінде осы пәленше фура машинасының холодильнигі бұзылып қалған, осы анықталды. Сосын бұл холодильник істемей қалса, көлік жүрмейді екен деген қандай да бір экспертиза бар ма десек, судья ондай жоқ дейді. Енді бұл бір тараптама қарамағанда, неме 4 тараптама ма бұл? Айтыңыздар. Осы тұрғыда сұрақты толықтыру үшін неліктен сол жаңағы кейіннен көлікті алдыртып, сол күні кетіп қалған көлікті қайта сараптама жасамадыңыздар десе, ол Россияға кетіп қалған. Россияға кетіп қалды деп айтты дейді. Неге судьяға айтып жатырмыз ғой, сұрақ қойып жатырмыз ғой. Айтады да, неге сондай жасамадыңыздар, мынау көлік қағып кеткен, адам қағып кеткен көлікті міне әлі күнге дейін жаңағы айыппұл стоянкасында тұрақта тұр ғой, неге оны да алып келмедіңіздер, неге ол қажет болмады деп таптық деген сынды ақпараттарды жеткізді бізге. Енді қараңыздар, судьяның
Тағы да айтам, судьяның ешқандай бір нәрсесіне мен баға бере алмаймын. Бәлкім ол кезде дұрыс шығар, бірақ біз соны түсінбей жатырмыз. Біз қарапайым халық оны білмей жатырмыз. Біздің көңілімізге күдік келіп жатыр, күдікті сейілтетін ешқандай мардымды жауап жоқ. Сондықтан біз осы мәселені халыққа айтайық, үкіметке айтайық, билікке айтайық, соның барлығы білсін. Халық талқысына ұсынайық. Өйткені адам қамалып отыр, адам өліп отыр бұл жерде. Енді қараңыз, Али әпке, бұл жерде бір мәселені айта кету керек. Бұл жаңағы көлікті тоқтағанын, неге тоқтағанын экстренный деп айтты. Қаяқтан білдіңіз? Холодильнигі бұзылып қалғанын қаяқтан білдіңіз? Сізде қандай да бір құжат ұсынды ма? Прокурор немесе олардың қорғаушылары немесе сол тергеушілер десек, бізге айтты дейді. Оны Түркістан Қазығұрт ауданының сотының төрағасы осы іске төрағалық етуші Ильяс Тоғызбаев айтады. Бізге солай айтты. Олардың айтқанымен үкім шыға береді. Біздің іс құжаттар, материал, экспертиза, дәлел, видеоларымыз сонда жүрмейді ма сонда? Жүрмей қалды ғой. Мен тағы да айтам, судьяға баға беріп атқан жоқпын. Мен тағы да айтам, бұл жерде ол екінші тарап адам өлді, әрине оңай емес. Бірақ мына қазақ бауырымызды осынша дәлелдемелерін керсетіп, көңілге келтіретін күдіктері бола тұра, осы мәселелерді қарамады деген күдікпен өзіміздің өкпемізді айтып отыр. Қынжылтатын бір мәселе Сырдарияға түсіп кетті мәселен. Олар жолда жүрді дейді. Сонда жолда жүруге болады ма деген сұрақ қойдым мен. Баспасөз конференциясында. Болады деді. Ол пешеход па не олар жүретін десем? Тағы да үнсіздік болды. Өйткені судья жауап бере алмайды оған. Өйткені оның айтатын ештеңкесі жоқ екенін өзі айтып тұр ғой. Например, фураның бұзылғанына, неге жүрмегеніне, неге тоқтағанына, холодильнигі бұзылғанына ешқандай экспертиза немесе қандай да бір құжат подтверждать ететін сараптама жоқ. Айтты. Мен де айтатын шығар, может фураның баллондары атылып кетті, бензині бітіп қалды деп айта салуы мүмкін ғой. Өтірік айтып, сонда судья соған сеніп кете береді ме құрауыз сөзге? Өйткені мына жақта біздің құжаттарды, сараптамалар, экспертизалар, жіберіп жатқан тергеудегі, прокуратурадағы жасалып жатқан бүкіл былықтың бәрін айтып отырамыз. Судьяның өзі көшпелі сот экспериментінде өзінің жеке көлік жүргізушісін эксперт қып, қалыс эксперт қып қатыстырып отырады да, олардікі заңды болады. Сонда менің бір қазақ бауырымның айтқан сөздері заңсыз болып, сонда қамалып кете беру керек па? Кім қарайды болған? Жоғарғы сот төрағасы Жақып Асанов мырзаның назарына, Судьялар одағының төрағасының назарына, Түркістан облыстық сотының назарына, Ильяс Тоғызбаев мырзаның көшпелі сот экспериментінде қалыс тарап болып табылмайтын өзінің жүргізушісін экспериментке қатыстырғаны үшін шара көрулеріңізді және жауапқа тартуларыңыз сұранамын. Арғарап кеттік. Мен ойлаймын, бұл міндетті түрде қаралу керек, назарға алу керек. Біздің басшылық, жоғары соттың қасындағы кеңес, Верховный сот кеңестің алдындағы судьялар жюри деген бар. Негізі судьяларды тек қана жұмысқа тағайындап, жұмыстан алатын тек қана президент біздің мемлекетте. Дегенмен де Верховный жоғарғы соттың қасындағы кеңестің, совет дейміз ғой, судьялар кеңесінің жанындағы жюрилер ғана бұлардың кемшілігін тексеріп, баға беріп, оларды анықтап, дәлелдеп, егер заңсыздығы болса қылмыстық іс қозғатып, немесе оны шара көруге президентке қол қоюға жібереді. Оны облыс тек қана комиссияға өзінің қауіпсіздіктері болады ғой, облыс сотта сол ғана қарамаса, основной бұл Верховный жоғары сотта жюрилер ғана бұны жаза көреді. И мынау егер бұл коррупция болатын болса, өзінің шоферін мынаған экспертизаға қалыс қылып отырғызған судьяны экспериментке. Бұған енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттіктері шара көреді деп ойлаймын прокуратура тарапынан. Себебі біріншіден прокурордың өзі судьяның рұқсатынсыз эксперименттегі тұрған адамдарды ауыстыруға ешқандай құқығы жоқ оның. Қарау керек бұны. Одан кейін екінші мәселе, сол судьяның өзінің жеке көлік жүргізушісін ол жерге қойып қатыстыруда қалыс тарап деп. Ешқандай ол қалысқа, бейтарапқа жатпайды. Сондықтан бұнда менің ойым, құрметті қазақ елі, менің ойым, менің айтарым, біздің ойымыз бұл сыбайластыққа барды деген түсінік. Сыбайластық.
Енді ары қарай білмеймін, сыбайластық па жоқ па, оны мынау мемлекеттік органдар, ол кісілер шешеді. Қарсы іс-қимыл агенттігі, прокуратура бірлесіп ақ-қарасын ара-жігін ажыратып. Сол эксперименттегі, кешірерсіз сөзіңізді бөлдім, прокурорға да, судьяға да шара көру керек деп санаймын. Әрине. Прокурор да осындай нәрсеге жол берді ғой. Ойымыз тағы да бөлінді, көп нәрсе айтайын деп едік. Мен енді қай жерге келдік, холодильнигі бұзылды, холодильник бұзылғанда, содан кейін экспертизаның ешқандай несі жоқ екен. Енді мен тағы да сол жерде судьяға сұрақ қойдық қой. Енді қараңыз, құрметті судья деп жатырмыз, анау күдік ұялатады дедім. Себебі бұдан 2 жыл бұрын дәл осындай жағдай орын алып, әлі көп ақпараттар жеткізем. Бұл мәселеге өзім арнайы кірістім. Алла амандық беріп, өліп қалмасам, бұл түбіне жетіп бәрін әшкерлеп, халыққа жеткізіп отыратын болады. Айтатын мәселе көп. Енді осы жайт бойынша 2 жыл бұрын 15 адам келе жатқан көлік КамАЗдың астына кіріп кетіп, 5 адам сол жерде мерт болады. 5 адам, иманды болсын о кісілер. Енді сол 1 жылдан кейін осы біз қараған, біз талқылап айтып жатқан Қазығұрт ауданының сотының төрағасы судья, сол іске төрағалық етуші судья Ильяс Тоғызбаевтың шығарған үкімі 5 жылға бас бостандығынан айырған азаматты облыс сотта, қателеспесем, Оңғарбаев болу керек, оны 1 жыл бұрын үкімін бұзып қайта қарауға жібереді. Сөйтіп ол осы күні ол 1 жыл бойы қаралып, сот процестері жүріп, енді ол отдельно тема, ол жақтағы нәрселерді айтпай қойын. Сөйтіп мен айттым да, сіздің ісіңіз бұзылыпты ғой, мені күдік содан пайда болып жатыр дедім Тоғызбаевқа. Ол қаралып жатыр ғой деді. Мен сізді айыптап тұрған жоқ па оны? Қаралып жатыр, бірақ бізде күдік пайда болды осыдан кейін. Сіздің үкіміңіз неге бұзылды? Тоғызбаевтың үкімі неге бұзылды дегеннен кейін күдік пайда болды деп айттым ол кісіге. Ол мен эфирларымда тұр. Сонымен бұл жерде айтады, енді кеше ол қайтадан 5 жылға срок берді. Енді мен бұл жерде тағы да сенімсіздік, сыбайластық бар ма деген күдікпен тағы да айтқым келген нәрсе. Облыс сот бірінші шыққан үкімді күшін жойып бұзса, сөйтіп сол қарап жатқан ауданға қайтарды ғой. Дурия Амантайқызы деген судья қарады бұны. Дурия Амантайқызы кімнің қолында жұмыс жасайды? Тоғызбаев төрағалық ететін аудандық соттың судьясы. Біз қалай сенеміз? Өзінің басшысын қайсыңыз, бастығыңызды жыртып айырып құлатып бересіз, жалпақ тілмен, тырнақшаның ішінде айтқанда. Айтыңыздаршы. Жалпы айтышсаңдар осы орайда. Бірақ енді сол қолдап берді ғой. Осы орайда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Тоғызбаевтың шешімін бұзған облыстық алқа кінәлі ма? 3 судья қарайды. 3 судьядан тұратын алқа ақмақ па жоқ әлде бұзып берген? Аудандық Тоғызбаевтың қолында жұмыс жасайтын судья, Тоғызбаев төрағалық ететін аудандық соттың судьясы Дурия Амантайқызы басшысын қорғады ма әлде? Ана жақты қорлады ма? Мен білмеймін, біріз айтамайым, мен дұрыс екенін айтамайым, конечно. Бірақ бізде күдік бар. Күдік бар. Біз сұрап жатырмыз. Мейлі, оларды қоя беріңіз, екінші сот, екінші процесс. Бірақ мына процесста болып жатқан, енді біз не айтып жатырмыз? Тергеуде осындай былықтар, түсініксіз жайттер болып жатса, осынша нәрсені қарап отырып, судья қалай қабылдады бұны, прокурор бұған қалай бұл, дұрыс тергеліпті, бәрі тамаша, болды соттың құзырына жібереміз деп қалай жіберді деген сұрақ, мені бізді мазалап отырған мәселе сол. Неңді толықтыра кетейші тағыда. Есімде ме? Прокурор бірнеше рет несін бұзды. Тергеуші дегендерін кәдімгідей соттың хатшысының қызметінде атқарып келіпті, белден де басып жатты. Олардың барлығына шара көрілмейді. Адвокатқа сен істі создың деп шара көрді. Енді ол да бір мәселе. Осындай жағдайлар болып, эксперимент жарамсыз деп тауып, уақытты созған адвокат емес шығар. Судья ғой айтып отыр, күн жарып кетті, өздері кеш келеді, немесе прокурорға или біреу кеш келіп қалды, күн жарық болып кетті, эксперимент жарамсыз деп табылды, кейін күнге қалдырды. Сосын қараңыз, сөз жарыс деген бар, прения деген бар. Сөз жарысты белгілейді, одан кейін
премияны бір күнге қалдырды. Арадан 2-3 күнді создырып алады да сотталушыға соңғы сөзді береді. Соңғы сөзден кейін ол жұма күні енді средаға қалдырады деп екі демалыс күнді есептемегенде 3 күннен кейін үкім оқуға қалдырып, ол уақыттарды не? Адвокат созды ма? Адвокатқа, соны қорғаған адвокатына жеке шағым, жеке ұйғарым шығарып берді. Вот, неге? Из-за того, что сол адвокат сіз бұның шоферінің көшпелі сот экспериментіне қалыс тарап болып қатысқанын сұрақ қойып журналистердің алдында айтқан үшін ба? Неге? Жоқ, ол адвокаттың не кінәсі бар ол жерде? Адвокатты кінәлады ғой ол кісі. Сен істі созып жібердің. Ол айтты ғой, ол бір елдің алдын көзінше айтты ғой. Жалпы осы орайда қарашысыздар, қаншама соттарға қатысады. Сот қаласа негізге алады, қаламаса алып тастайды. Судья шешеді оны. Адвокаттың өзінің үсті созылып кетуіне мақұл адвокат кінәлі бола қойсын. Соттың өзінің де бір интересі болған шығар. Ол неліктен? Жоқ, мынауыңызды қабылданады, мынау қалыс қалады деп бөліп, ара-жігін ажыратып отырып, сотты жүйелеп өткізбеді. Бұл менің ойым. Енді судья өзі біледі, бірақ судья өз біледі деп білген істейді деген нәрсе емес. Судья Қазақстан Республикасының заңдарына сүйеніп жұмыс жасайды. Бұны ұмытпауымыз керек, құрметті қазақ ел. Сондықтан бұл мәселені егжей-тегжей қарап, мына судьяға шара көрулеріңізді біз сұранатын едік, құрметті үкімет басшылары, судьялар, Верховный соттағы жюрилер, облыс соттағы Тұрысбек Миятбеков бұны бейжай қалдырады. Айдос Сұлтанов осы қылмыстық істер жөніндегі облыста төраға болып келді. Ол честный судья. Мен оны көкірек жыртып айта аламын. Айдос Сұлтанов Шымкент қаласының еңбекші ауданының сотының төрағасы болған кезде бір қаншама әділдіктерді өзім куәсі болғанмын. Өте тамаша кісі. Айдос Сұлтанов қазір енді осы қылмыстық істер бойынша Түркістан облысында төраға болып тағайындалған қуандық. Жаңадан келді. Мен ойлаймын осының барлығын назарға алып өзі бақылауына алады деп. Алайда бірақ шараны керектігін айтып өтсем. Біріншіден, көшпелі сот экспериментінде қалыс тарап болып табылмаса да жүргізушісін қатыстырған үшін алыну керек. Осы мәселе назарға алыну керек. Екіншісі, эфирді көріп өздері назарға алғасында акулары бар ғой. Біз қосымша ақпараттарды айтайық, эфирді үзейік көп болып кетіп жатыр. Адамдар чтобы ерден қайтадан көрсе, көп видео болса ешкім көрмейді. Қысқа болса қайта айналдырып көру мүмкіндігі бар. Керек нәрсені өзінің ақпарат пресс-службалары бар ғой. Қарап ішінен теріп алсын, шара көрсін. Немесе біз письменный видео түсіреміз. Бірақ бір нәрсені айтайық. Енді жазамыз, давайте не будем. Мына нәрсені айтайық. Бұл жерде тағы да бір мәселені айта кету керек. Құрметті қазақ елі, дәл осы мәселелерді, мына бейне жазбаларды, судьяның шоферін, осы жағдайларды мен әлеуметтік желіге өзімнің жеке парақшама салған кезде судья Тоғызбаев маған достық ұсынып, оның сол жерде жұмыс жасайтын контрактник деп айтты облыс соттан. Сол қыздар комментария жазып, судьяны жақтап, мені даттауға көшті. Ішінде кейбіреулердің бір жерлері ашылып қалып, содан кейін тоқтамға келді. Фейк атакада болды. Фейк атакада болды, ашық атакада болды. Сол сотта, аудандық сотта жұмыс жасаған қызды мен суретінен танып қойдым. Сөйтіп анықтап сұратсақ, ол сол жерде келісім шартпен жұмыс жасап жүрген қыз екен. Сондай бір өзі білмейтін жерге, мынау көшпелі сот экспериментіне қатыспаған жерлерге тұмсықтарын тығып, біраз мәселелерді ушықтырды деп санаймын. Сондықтан бұлардың барлығына тиісті шараларды көретін басшылардың назарына ұсынамыз. Енді тағы да бір мәселені айта кету керек. Осы жерде дәл осы көшпелі сот экспериментінде біріншіден біз болдық. Бұл жердегі прокурормен ең басты мәселе Алияпке судьяның өз жеке жүргізушісі қалыс деп тапқанына нақты жауап беру керек. Қалғандарын, мына Рабиловтың эксперимент, экспертиза, бәрін біз ресми хат жолдайтын боламыз. Ауызша айтқанмен, давайте қағазбен. Қалғандарын енді тарап, сотталған тарап, апелляцияға беріп, өзінің құқын қорғау мүмкіндігі бар әрине. Осы жерде тағы сіз соңғы сөзіңізді айтсаңыз, сонымен мына эфирді тәмамдап, осындай бір тағы да тылсым дүниелер болып жатыр. Бұл судьяларға қатысты тылсым дүниелерді келесі күндерге қалдырып біз
халықтың алдына шықсақ қалай көресіз? Жалпы мен келісемін Сардар, осы орайда айта кетейін, осы сот процесі барысында бірде прокурорға бұл әділетсіздік қарағылды сот сияқты қақ жаруыңыз керек еді деп жүрсек, соттың өзінде де осындай шикі істер байқалып қалды. Жалпы біз ашық жариялылық туындаған демократиялы зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Әрине. Сотың болсын, прокурорың болсын, тергеушің болсын, құзырлы органың болсын, қарапайым халық болсын, заң баршамызға ортақ. Сондықтан тек қана ашықтық пен жариялылықты насихаттай отырып, қолымызды жүрегімізге қойып тұрып, адалдық антын ту етіп ұстайық. Эфир тамам, амандықта қауышқанша. Сау болыңыздар. Қайырлы түн баршаңызға.